Сәлем достар, эфирде оңай English бағдарламасы сендермен, мен Данияр. Достар, бүгінгі санымызда ағылшын тілінде ing-мен де және төмен де қолданыла беретін етістіктің алғашқы формалары жайлы әңгімелейтін боламыз. Ондай етістіктердің қатарына ағылшын тілінде 8 түрлі етістік жатады. Олар begin, continue, hate, intend, like, love, prefer, start. Аталған етістіктерден соң келген етістіктің соңына ing жалғануы да мүмкін, немесе ол етістіктің алдына to сөзі қойылуы да ғажап емес. Мысалға, I hate writing a report. Маған есеп жазған, отчет жазған ұнамайды дейді. Біз оны I hate to write a report деп айтсақ болады. Мағынасында ешқандай өзгеріс болмайды. Like, love, prefer деген секілді етістіктер бар. Аталған етістіктерден кейін келген етістіктің соңына ing жалғанатын болса, немесе оның алдына to қойылатын болса, бұл сөйлемдердің мағынасы кішігірім өзгеріске ұшырайды. Оны келесі сөйлемдерден байқап көрейік. Мысалға, I like eating ice cream. Маған балмұздақ жеген ұнайды дейді. Екінші сөйлем I like to eat ice cream. Бұл да тура сол сияқты. Мағынасы ұқсас болып көрінгенмен I like eating ice cream деген бізде жалпылай айтылған сөйлем. Маған жалпы балмұздақ жеген ұнайды. Екінші сөйлем бұл белгілі бір уақытқа қатысты айтылып тұр. Мысалға, мен дәл қазір балмұздақ жегім келіп тұр деген сияқты мағынаны беруі мүмкін. Екі сөйлемнің арасындағы екінші бір айырмашылық, американдық ағылшын тілінде like сөзден кейін to сөзі қойылады да, одан кейін барып негізгі етістік жалғанады. Ал біз сөйлейтін британдық ағылшын тілінде like-тан кейін ing жалғауы бар етістік жазылады. Prefer сөзіне қатысты мысал, Нұрғали prefers sitting. Нұрғали отырғанды қалайды дейді. Бұл жоғарыдағы eating қолданылған сөйлемдегі сияқты. Жалпылай алғанда Нұрғали отырғанды қалайды. Бұл үнемі отырады. Екінші сөйлем Нұрғали prefers to sit. Нұрғали отырғанды қалайды, бірақ дәл қазір отырғанды қалауы мүмкін, немесе белгілі бір уақытқа ғана қатысты. Жалпылай алғанда ол отырмайды деген мағынаны қамтиды. Достар, бүгіндікке осы. Келесі сабағымызда біз етістіктің алғашқы формаларына қатысты басқа да ережелермен танысатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ендеше